Ассалаумағалейкум достар. Егер де сізге мына өмірдің атақты адамы кім деп сұрағанда, ойыңызға әртүрлі адамдар келе береді емес пе? Себебі оларды сіз бұрынырақта теледидардан немесе интернет желісінен көрген боларсыз. Жалпы атақты адамдар әлемде өте көп. Себебі әлемде адам саны көп болғандықтан, әрине алға суырылып, өз өнерімен, ерекше талантымен елдің назарына ілінетін адам шығады емес пе? Атақты Майкл Харт 1992 жылға дейінгі өмір сүрген адамдардың рейтингісін шығарғанын біріміз білсек, біріміз білмеген болармыз. Осы рейтингте бірінші орында Мұхаммед пайғамбарымыздың тұрғаны жайдан жай емес. Бірақ та бұл рейтингте бұрын өмір сүріп кеткен адамдар тіркелген. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мына әлемдегі ең жас танымал адамдар жайлы айтпақшымыз. Олардың таланттары мен өнерлерін көп адамдар мойындаған. Олай болса достар, жақсылап диванға жайғасып көрелік. Бастамас бұрын достар, каналға жазыла кетсеңіздер, біз үшін қуантарлық жағдай болар еді. Димаш Құдайберген. Димаш қазақ халқының маңдайына біткен шоқ жұлдыз деп айтсам қателеспеген болармын. Себебі ол бүкіл әлемге танымал жас таланттардың бірі. Димаштың шын есімі Дінмұхамед. Қазақ халқының басқарушысы болған Дінмұхамед Қонаев атамызға арнап қойған деседі әлеуметтік желідегі қолданушылар. Жалпы Димаш 1994 жылы Ақтөбе қаласында дүниеге келген. Ата-анасы да халық алдында шығып жүрген кісілердің бірі. Димаш кішкентай кезінен бастап-ақ өнерге деген құштарлығы болған. 10 жасында фортепианода ойнап, ән айтып, түрлі концерттерде өнер көрсеткен. 2012 жылы Жас қанат байқауында гран-приді жеңіп алады. Осыдан бастап қазақ еліне таныла бастады. 2015 жылы Славян базары фестивалінде бірінші орынды қанжығасына байлады. Димаштың әлем сферасында алғашқы самғауы ол 2017 жылы Қытайдың Хунан ТВ арнасы ұйымдастырған I Am Singer жобасы болды. Бірінші турдан бастап-ақ Қытай халқын өз даусымен тәнті етті. Осы жобадан кейін әлемнің түкпір-түкпірінен шақыру ала бастады. Америка құрама штаттарында да танымал болды. Нағыз таланттар қатысатын The World Best байқауында да жоғары балды жинап, кішкентай қатысушыларға ағалық мейіріммен жол берді. Баста айта кететін жайт, Димаш Америка құрама штаттарында үлкен концерт бергені таңғаларлық жайт. Тіпті қазақ тіліндегі әнін Америка тұрғындары да айтқаны таңғаларлық жайт. Дәл қазір Америкада қазақ әншісі концерт берді дегенді осы Димашқа дейін естіп көрмеді. Димаштың видеосы бүкіл әлемге әр тілде тарап жүр. Ол музыканың 6 октавасымен өлең айта алады. Яғни А1-ден Д8-ге дейін екен. Интернеттен көптеген адамдар Димаштың репертуарындағы әндерді орындап көрді. Бұл қуантарлық жағдай, себебі қазақ елінен шыққан Димашты олар да танытуда. Біз сол адамдар ішінен бірнешеуін қарап көрдік. YouTube-дағы Колеб Колес Music арнасын жүргізетін мына жас жігіт Димаш жайлы өз ойын айтып, оның әрін орындап көрді. Тағы да Эмили Пелигрино атты қыз да оның даусына тәнті екенін жеткізді және орындап көрді. Мына жігіттің жазғаны тіптен ғажап. Ол Димаштың әнін орындап өз дауысын байқап көрді.
осыдан ақ түсінуге болады, жалпы қазақ елін әлемге танытқан Әміре Қашаубаев атамыздан кейінгі осы Димаш емес пе? Димаштың ән орындағанын түрлі эксперттер де тыңдап көрген. Соның ішінен Age of the Stage каналын жүргізетін музыкант жігіт Димаштың әніне кәсіби түрде сын айтады. Сын айтқыштар өз елімізде де болған кезінде. Сен сияқты әншілерді көрсем қорқам, шыны керек. Қазір бәрі шыңқылдай бастады. Қазіргі беретін бағаға сен көңілің түспей ақ қойсын. Мен 8 берем, ашығын айтайын, себебі әнді бірінші тыңдап отырмын. Әрине, үлкен рахмет. Жаңағы шыңғырып айту өнер емес негізінде. Ол кезде Ринат ағамыз Димаштың мықты талант екенін білмеген болар. Жарайды, қайта оралайық. Бұл жігіт ұмытылмас күн деген әнді тыңдайды. Что? What? Өздеріңіз көріп отырғандай мына жерде ол жігіт орнынан тұрып кетеді. Алда әлі қызық бар. Қарап көріңіздер. Я хочу вам кое-что показать. Гляньте сюда. Это нота Ре6, и он поет не ее. Это нота Ре7, и он поет не ее. Тут у нас была бы нота Ре8, и это то, что он спел. Нота, которую Димаш спел, такая сложная, что даже пианино ее не играет. И это пианино стандартного размера. Это говорит о том, что тут 88 клавиш. Бұл жігіттердің видеоларын төменгі сілтемеге қалдырып кеттім. Осыдан кейін Димаштың қандай екенін айтпаса да түсінікті. Жалпы YouTube желісінде Димашты әлемнің көп елдері қалай жақсы көретіні жайлы видеолар өте көп. Димашқа тек қана алға дейміз. Криштиану Роналду және Лионель Месси. Осы екі футболшыны атағанда әлеуметтік желіде талас басталады бірден. Біреуі Роналду мықты, біреуі Месси мықты деп. Жалпы менің ойымша екеуінде таланттары өте мықты. Себебі басқа футболшыларда оларда бар нәрсе жоқ. Екеуінің қаншалықты мықты екені сонау 2010 жылдан бергі тартысынан белгілі. Бір жылы Роналду үздік болса, екінші жылы Месси үздік болады. Осылай осы кезге дейін жалғасып келе жатыр. Адам өзі мойындау керек. Адам кімді жақсы көрсе, соны мақтайды емес пе? Мен үшін екеуі де үздік. Жарайды, Роналдудан бастасақ. Роналду 1985 жылы Португалияның Мадейра аралындағы Фуншал аумағында дүниеге келген. Отбасы өте кедей тұрған. Роналдудың аты Америка Құрама Штаттары президенті Роналдо Рейганның құрметіне қойылған деседі. Роналду кішкентай кезінен бастап-ақ футболға ден қойған. Сол аймақтың кішігірім командасында ойнады. Мектепте өте төмен оқыды. Әрдайым мұғаліммен сөзге келіп қалатын. Мұғалімі оған қанша жерден сен оқымасаң кейін өмір сүре алмайсың деуден жалықпады. Роналду күніне 8-9 сағат футболмен әуес болып өсті. Өсе келе Спортинг клубында аз ойнаса да өз ойынымен елдің есінде қалды. 2003 жылы Манчестерге ауысқанын бәріміз білеміз. Одан соң атақты Реалға келді. Реалға келгелі Реалдың голды болуы жүре бастады. Жалпы статистикасы айтып тұр. 3 мәрте қатарынан Чемпиондар лигасын алуға Роналдудың үлесі көп болғанын көп адамдар біледі. Тек Роналдуды қартайған деп керек етпей тастаған Реал Роналду кеткелі дұрыс та жүлде ала алмай жүр. Қанша жерден тырысса да Барселонаға жол беріп қойды. Чемпиондар лигасынан ерте ұшып жатты. Роналдудың мықты екені оның танымалдылығында. Ол сияқты болуды көп футболшы жас балалар армандады. Соның ішінде қазір PSG клубында ойнап жүрген Килиан Мбаппе атты футболшы. Айта берсең тізім өте көп. Жалпы Роналду мықты футболшы екенін елдің бәрі біледі. Лионель Мессиге келер болсақ, өзінің бойы аласа болғанына қарамастан көптеген қорғаушыларды сан қақтырып кететіндігі бар. Оның жылдамдығында шек жоқ. Аяғына доп ілінсе болды. Доп оның аяғына байланып қалған сияқты. Олай болмаса аяғында магнит бар ма деп ойлап қаласың. Месси Аргентинаның Росарио аймағында 1987 жылы дүниеге келген. Оның да отбасы өте кедей тұрған. Жас кезінен-ақ ол өз аймағының командасында өнер көрсетті. Көптеген эксперттер оның бойының кішкентай
байлығынан қорқатын. Атағы жер жарып тұрған командалар оны алудан қорқты. Тек Барселона командасы ғана онымен тәуекелге бел буып келісімшарт орнатты. Мессидің дәурені Барселонаға келгенде-ақ басталды десек қате айтпаймыз. Әсіресе 2012 жылғы жетістігін бірде-бір футболшы қайталай алмайтын сияқты. Сол жылы ол 92 гол соғып елдің бәрін таңғалдырды. Месси Барселонамен 4 мәрте Чемпиондар лигасын жеңіп алды. Көптеген клубтар қайталай алмаған үштік, яғни треблді 2 мәрте жеңіп алған. Жалпы треблді 2 мәрте жеңіп алудан Барселона сияқты ешкім жасаған жоқ. Осы нәтижеге тікелей Мессидің үлесі өте зор. Көптеген жас балалар Месси сияқты болу үшін барын салуда. Бірақ та ол сияқты өнер көрсететін футболшы шыға қойған жоқ. Жалпы айта кететіні, Роналду мен Мессиді салыстырудың ешқандай қажеті жоқ. Егер де Месси болмаса, Роналду мықты болмас еді. Керісінше, Роналду болмаса, Месси де мықты болмас еді. Футбол жалпы осы екеуімен қызық. Бүкіл әлем осы екеуі қатысқан футболды жібермей көреді. PewDiePie. Осы есімді естігендеріңіз бар ма? Олай болса танысып қояйық. Бұл жігіттің шын есімі Феликс Челберг, швед елінің видеоблогері. Қазіргі таңда өте атақты видеоблогер. Оның каналында 104 миллион жазылушы бар. Қазіргі таңда YouTube желісінде 100 миллионнан асқан канал тек 3 ғана. Неге бұл жігітті таңдадық? Себебі PewDiePie каналы атақты бола бастағанда оған еліктеп жалғастырған каналдар көбейе бастады. Ивангайды білесіздер ғой. Ол да осы PewDiePie каналынан қарап орысша нұсқасын жүргізді. Айта берсек, осы секілді каналдар өте көп. Олардың ішінде бірнеше миллиондаған жазушылары бар каналдар да бар. PewDiePie басында ойындарға таныстырылым жүргізіп жүрді. Ойынды таныстыруда ол алғашқылардың бірі болды. 2010 жылы Minecraft атты ойынды ойнап таныстырылым жүргізді. Ол кезде Let's Play дегенде ешкім білмеді. Басында оның видеоларында көрілім өте аз болды. Кез келген блогер сияқты ол өзін көрсетуден ұялып жүрді. YouTube'ты жүргізіп жүргенде ол оқып жүрген оқуын тастап кетті. Даяршы болып жұмыс істеп жүріп арнасын әрдайым жүргізді. 2012 жылы оның арнасында 1 миллион адам жазылды. 2013 жылы ол ең көп жазылушысы бар арна деген атпен Гиннестің рекордтар кітабына тіркелді. 2016 жылы әлем бойынша 50 миллион жазылушысы бар арна болып Рубин тетікшесін алды. Қазір біздің елімізде де осы PewDiePie бастаған Let's Play жүргізетін каналдар бар. Олар Noni.kz, Lord Nana, Taco тағы да басқалар. PewDiePie жас блогерлер ішінде ең атақтысы. Оны көптеген елдегі балалар жақсы таниды. Бүгінгі осы достар, видео ұнаса аванс лайктарыңызды аямай басып жіберіңіздер. Және де аталған адамдарға байланысты өз ойларыңызды төменге жаза кетіңіздер.